Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мен Приозерск қаласы жастар ресурстық орталығының дін маманы Сейісов Назарбай. Бүгінгі сіздермен қозғайтын тақырыбымыз деструктивті діни ағымдардың саяси астары. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулихи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Жалпы әлемде үш дін таралған. Олар ислам діні, христиан діні және буддистік дін. Бірақ өкінішке орай жаңалықтардан, бұқаралық ақпараттардан көп естетініміз ислам жайында, исламның қоғамға әкеліп жатқан жаман жақтары көп естіледі. Жалпы неге ислам діні деген сұрақ пайда болады? Сонда ислам діні террористке, содырлыққа, жамандыққа шақыра ма деген сұрақтар пайда болады. Осы үшін тақырыбымызды бірнеше бөлімге қарастыруымды жөн көріп отырмын. Бірінші, ислам дінінің бастауы. Ислам діні қалай басталды? Ислам дін келмей жатып, қоғам қандай болды? Адамдардың ойы қалай болды? Пікірі қандай болды? Жалпы ислам діні Аллах тағала Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам арқылы ислам дінін жіберген. Ислам діні Мекке мен Мәдина қаласында бастау алады. Жалпы ислам діні келмей жатып, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келмей жатып, қоғам қандай болды? Жалпы сол заманда, сол уақытта Мекке мен Мәдина қалаларында қоғам зорлық зомбылыққа толы болған. Үлкенге құрмет емес, кішіге ізет емес, жалпы әдепсіздік және зорлық, зомбылық, ұрлық сияқты, адамның хақысына кіру деген сияқты үлкен жамандықтар болған. Және сол тұрғылықты жерлерде мынандай бір әдеті болған. Егер бір отбасыда қыз бала туылса, оны тірелей көметіндей сондай зорлық зомбылыққа дейін, жамандыққа дейін болған. Бірақ Аллах тағала Мұхаммед пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам жіберу менен, ислам діні келуі менен олар ондай жауыздықтың барлығы тоқтап, адамдардың арасында бейбітшілік, кішіпейілділік, құрметтілік болып дамый бастайды. Сөйтіп, осындай бағытпенен, осындай көзқараспенен бүкіл әлемге тез тарала бастады. Негізі ислам діні бейбітшілікке, татулыққа, бірлікке бұйырады. Сөйтіп, бірақ осы уақытқа дейін, осы біздің заманымызға дейін ислам діні қаншама деген ағымдарға, деструктивті діни ағымдарға шабуылданып қалды. Осы уақытқа дейін шииттер, харижиттер, муътазила деген атты ағымдарда осы ислам дінінің атына жамылып кір келтірді. Олардың басты мақсаты адамдардың арасында сыйластықты, бейбітшілікті бұзу, адамдардың зорлық зомбылыққа алып бару болған. Олардың мақсаттары солай. Олар көбінесе діни ағымдар, ислам дінінде деструктивті ағымдар, олар көбінесе философиялық түсінікке көп мән береді. Яғни ақылға көп мән береді. Ал ислам діні ғалымдары, ақыл дегеніміз ол қазыққа байлап қойған мал секілді дейді. Ол жіп қай жерге дейін барса, сол жерге дейін ғана тоқтайды. Яғни ақылдың шектеулі ғана деп айтылған екен. Ал осы уақытқа дейін ислам діні қаншама бір теріс ағымдарға жамылған екен. Солардың бірі қазіргі қоғамда біздерге тигізіп жатқан ол уахабизм, салафизм ағымдары. Олар
кезінде 17 ғасырда Нежд қаласында бастау алған. Оның негізгі қалаушысы Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб болған. Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб негізгі оның мазхабы Хамбали мазхабын ұстанған. Сол Мекке мен Мәдина қаласына білім алуға шығады. Ол жерде Ибн Таймия атты ғалымның еңбектерімен кездесіп, солардың кітаптарын оқып, солармен бірге солардың көзқарасын алып, өзінің ағымын бастайды. Сөйтіп, оларға өз қатарларына қоғамдағы өз орнын таба алмай жүрген адамдар, және де депрессияға түскен адамдар, сосын рухани сұрақтар, яғни мен өмірге не үшін келдім, не істеп жүрмін деген сияқты сұрақтар іздеп жүрген балаларға сондай қатарға толды. Ондай жас балалар негізінен көп алданып қалады. Сөйтіп, уахабизм жаңағы Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб сондай адамдармен өз қатарын толтырып, ағымын ағымын жаяды. Сөйтіп, осы уақытқа дейін жетеді. Негізгі салафизм, уахабизм ағымдары олардың екі мақсаты бар. Бірінші, ол захири, яғни ашық. Олардың түсініктері бойынша Аллаға серік қоспауға шақыру, бидағат, яғни дінге жаңашылдықтан құтқару деген сияқты мақсаты бар. Ал екінші, яғни астарлы мақсаты бар, ол жаңағы адамдардың арасындағы бейбітшілікті бұзу, және әке мен баланың арасындағы бейбіт сыйластықты бұзу, арасын алшақ қылу, бір-біріне қарсы тұру деген сияқты мақсаттарға толы болған. Сондай мақсатты олар мақсат етеді. Өкінішке орай, қазіргі кезде, қазіргі қоғамымызда жас балалар өзінің анасының пісірген тамағын, мен дінсіздің тамағын жемеймін, маған дінсіз керек емес, сен мүшриксің, сен кәпірсің деген сияқты жас балалар өзінің туған анасына, әкесіне, бауырларына сондай айып тағуда. Олардың олай болуының басты себебі ол діни білімнің аздығы. Діни білімнің аздығы. Яғни қазіргі кезде адамдардың барлығында мынандай ой қалыптасып кеткен: исламофобиялық, яғни исламнан қорқу, исламның атын жамылған ағымдар қазіргі уақытта 22 ағым бекітілген. Олардың ішінде Әл-Каида, Талибан және исламдық қозғалыс деген сияқты үлкен-үлкен ағымдар таралған. Олар жас балаларды, діни сауаты аз балаларды, жаңағы айтып өткеніміздей, өмірден өз орнын таба алмай жүрген балалар, депрессияға түскен адамдар, сондай адамдарды шақырып, ислам деген мынандай, жихадқа шығу керек, жихадқа шықсаң мынандай үлкен сауап аласың, Алла жолында өмірден өтсең саған жәннат күтіп тұр деген сияқты өздерінің осындай сөздермен алдап, адамдарды өзіне шақырып, үлкен қиын ыстық нүктелерге алып кетеді. Ондай адамдарға сондай болған сайын адамдарда, халықтарда исламдық, яғни исламофобия, исламнан қорқу түсінік қалыптасып кеткен. Балаларымызды мешітке апармаймыз, және діни әңгіме айтқызбаймыз. Сондай болғандықтан осындай теріс жолға адасу көп болып жатыр. Сол себептен де балаларымызды және осындай дұрыс жолға, мешітке апаруға, молдаларға, солармен сұхбаттасуға шақыруымыз керек екен. Негізі жаңағы тарихымызда айтып өткеніміздей, көп ислам діні не үшін осындай ағымдарға, теріс ағымдарға тап болды? Себеп ол ислам дінінің шынайылығы болды. Ислам діні ол шынайы дін. Адамдарды бір-біріне бейбітшілікке, сыпайылыққа, татулыққа, әдептілікке алып баратын дін.
сол себептен де бүкіл әлемге тарады. Ал соны ислам дінін көре алмай қалған кейбір теріс пиғылды адамдар ислам дінінің атына жамылып, ислам діні мынандай жақтары бар екен, мынандай қылу керек екен деген сияқты өтірік өзінің ойларын қосып адамдарды теріс жолға алып барады екен. Және де айта кететін тағы бір жайт, ол ислам жаңағы теріс пиғылды адамдардың өзіне қойған дәлелдері ол Құраннан және хадистерден алынған үзінді сөздері. Сондай сөздер арқылы ол адамды психологиялық ауытқуларға алып барып, тек қана жихад, тек қана соғыс, Алла жолында анау кәпір, мынау дұрыс емес деген сияқты ойға алып барады. Ондай ойдан біздер сақ болуымыз керек екен. Негізі біз елімізде, біздің қазақ еліміз, мәдениетіміз, салт дәстүріміз барлығы ислам дінінен алынған. Яғни біздер осы қазірден бастап балаларымызды, өздерімізді ислам дініне шақырып, дұрыс жолда әкеліп, дұрыс жолды түсіндіріп, имамдармен ғана сөйлесіп, және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұстаздарыменен, солардың ұстаздарынан білім алып, балаларымызды және өзіміздің білімімізді арттыруымыз керек екен. Яғни өзімізден бастап, өзіміздің дұрыс, еліміздегі дұрыс шақырып жатқан ұстаздардан сабақ алуымыз керек. Сонда ғана біз бұндай теріс пиғылды, дұрыс емес ағымдардан құтқара ала аламыз өзімізді және елімізді. Енді сұрақтарыңыз болып жатса, сұрақтарыңыз қоюларыңызға болады. Иншалла шамамыз келгенше жауап беруге тырысамыз. Сұрақтарыңыз бар ма екен? Сұрақ қойсаңыздар болады. Сұрақ: иманды күшейтудің жолы. Өте қазіргі кездегі өте жақсы қойылған сұрақ. Ол қазіргі қоғамда өте керек сұрақ деп ойлаймын. Өзім ойым: иман қалай күшейеді? Негізінен Абу Ханифа рахимахулла, біздің мазхабымыздың негізін қалаушы үлкен ғалым, былай айтқан екен: иман негізі көбеймейді және азаймайды. Иман азайса, ол күпірліктің артқаны. Иман көбейсе, ол күпірліктің азайғаны. Ал адам бір уақытта имансыз да және иманды да бола алмайды деген екен. Бұл сөзге ашықтап өтетін болсақ, иман ол көбеймейді және азаймайды. Яғни біздер мұсылман, ислам дінін қабылдап мұсылман болғаннан кейін Аллах Тағалаға иман келтіру және пайғамбарларға, періштелерге, кітаптарға және жақсылық пен жамандықты Аллах Тағаладан екеніне және ақырет күніне иман келтіру. Осы иманды көбеймейді және азаймайды деп айтқан. Ал енді қазіргі қоғамда иман күшейтудің жолы ол ойлану. Мен мұсылманмын ба, мен сол мұсылмандыққа достойнымын ба деген сияқты ойлану. Құранда Аллах Тағала былай дейді: «Афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат, ва илас самаи кайфа руфиат, ва илал жибали кайфа нусибат». Сендер түйеге қарамайсыңдар ма, өркештеріне қалай жаратылғанын, жерге қарамайсыңдар ма, қалай төселінгенін, аспанға қарамайсыңдар ма, қалай көтеріліп тұрғанын деп айтады. Яғни көп ойлану керек. Және де Қазақстан мұсылман діни басқармасындағы мына ұстаздарымыз, бекітілген ұстаздарымыздың уағыздарын тыңдап, кішкене ойланып, тәубе жасалғанда иман көбейеді. Көп дұға жасау керек және білім алу керек. Ислами діни білім алған сайын адамның білімі күшейе береді. Және де мына жерде тағы бір
шейх деген сөздің мағынасы деген не? Шейх деген негізінен оның екі мағынасы бар. Араб тілінен аударғанда бірінші тікелей мағынасы ол үлкен кісілерге, яғни біздерде ата, қария дейміз ғой, арабтарда шейх дейді. Ал тағы бір мағынасы ол ғалым деген мағынаны білдіреді. Үлкен ғалым деген сияқты. Тағы сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма екен? Салафилер жайында айтып түсіндіресіз бе? Салафилер негізінен мынандай ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам заманында пайғамбарымыз саллаллаху былай деген: алғашқы үш ғасыр ол берекелі ғасыр деген. Яғни осы үш ғасырды ғалымдарымыз салафилер заманы деген. Ол салафилер дегеніміз алдындағылар, тақуалар, ғалымдар деген мағынаны білдіреді. Ал қазіргі кезде салафи деген түсінік адамдардың ойында ол вахабизм, яғни сақал өсіріп алған, балақты қысқартқан, теріс пиғылды, теріс ағымды насихаттайтын адам деп түсінеді. Негізінен жаңағы теріс пиғылды, жаман, дұрыс емес ағымды насихаттайтын адамдар өздерін салафиміз дейді. Бірақ олар салафиге жата алмайды. Өйткені салафи дегеніміз ол алғашқы ғасыр, пайғамбарымыздан кейінгі алғашқы ғасырдағы адамдар жатады. Ал одан кейінгі ғасыр, яғни біздің заманымыздың ғасырлары ол халяф заманы дейді. Яғни екі заман бар. Ол пайғамбарымыздың алғашқы кезіндегі алғашқы екі ғасыры, үш ғасыры жаңағы ол салафи заман, яғни алғашқылар деген мағынаны білдіреді. Ол заманда берекелі заман деген себебі, ол заманда білім дамыған, мәдениеттілік, ислами мәдениеттілік көп дамыған. Ал сондықтан ол алғашқылар, яғни салаф заман деген. Ал халяф ол кейінгі деген мағынаны білдіреді, яғни біздің заман. Қазіргі кезде мен салафпын деп жүрген кейбір бауырларымыз, олар негізі салафқа жатпайды. Ол өздерін салаф деп есептегенмен ақиқатында олар салаф емес. Ондай адамдардан сақ болыңыздар. Тағы бір. Джихад деген не дейді? Джихад дегеніміз ол Алла жолында жүру деген мағынаны білдіреді. Яғни басында пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам заманында Алла жолында джихадқа шығу, яғни соғысу, ислам дінін тарату деген болған. Ал ол сол заманда қалып қойған түсінік. Ал қазіргі кезде ислам діні бүкіл әлемге тарады. Барлығы ислам діні қандай екенін біледі. Сондықтан Алла жолында тақуалы болу, Алла жіпті аттамау, жақсы мінез құлықта болу, ол Алла жолында джихад. Және де тағы бір бөлімі бар, ол Алла жолында білім алу, білімге шығу, олардың барлығы джихадқа жатады. Ал қазіргі кезде джихадқа шығыңдар, ислам халифатын құрыңдар деген сияқты түсінік бар, олардан сақ болуымыз керек. Олар негізінен джихадқа жатпайды. Олар қате түсінік. Және де саяси астары қандай болады сонда деген тағы бір сұрақ бар екен. Негізгі деструктивті діни ағымдардың саяси астары ол адамдарды арасында бейбітшілікті құрту, және ала жіпті аттамау дейміз ғой ата-бабаларымызда. Сол сияқты ондайға қарсы әрекет жасайтындар, елді бұзу, қарапайым халықты мемлекетке, басшыға теріс пікірін айтып көтеріліс жариялау деген сияқты олардың саяси астары осындай. Сырт көзге олар біздер бидағаттан сақ болуымыз керек, Аллах Тағалаға серік қоспауымыз керек деген сияқты түсінік болғанымен, бірақ
оның негізгі астары мағынасы ол жаңағы елді құрту болып есептеледі. Түсіндіре алдым ба деп ойлаймын. Негізі ислам шариғатында азан шақырып ат қою не болады? Негізі ислам шариғатында келетін болсақ, әрбір адам азан шақырып ат қойылу керек. Ол міндет. Өйткені кейбір ғалымдарымыз былай дейді: егер сол адам жәннатқа не тозаққа баратын кезінде пәленше сен жәннатқа барасың десе, сол адам өзін танымай қалып қояды дейді ортада. Сондай деп айтқан ғалымдар бар. Ондай танымаудың себебі ол бала кезінде азан қойып, азан шақырып ат қойылмағандықтан дейді. Уағыз туралы, уағыз тыңдаудың пайдасы немесе ерекшелігі жайлы айтып өтсеңіз. Уағыз тыңдау негізінен әрбір адамға керек нәрсе. Уағыз ол адамның рухани дәрежесін көтереді. Өмірден мысалға түңілген кезінде, үлкен немесе үлкен қиындық болған кезінде, депрессияға түскен кезінде, сондай кездері уағыз тыңдап, адамның жан дүниесі тынышталып, барлық нәрсені ұмытып, Алланы еске алуға алып баратын жолдардың бірі. Бірақ қазіргі кезде интернет желісінде өте көп уағыздар таралған, олардың қайсысы дұрыс, не қайсысы бұрыс екенін ажырату қиын. Сол себептен де Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өзінің сол сайтынан уағыз тыңдасаңыздар болады. Өйткені интернеттен, ютубтардан тыңдау ол өте қауіпті. Адамның психологиялық ауытқуға жеткізіп, жаңағы айтып өткеніміздей, мынау дұрыс емес екен ғой, менің анам осындай кәпір болған екен ғой деген сияқты түсініктер пайда болады. Сол сияқты ол үлкен қауіпке жеткізеді. Сол жаңағы айтып өткеніміздей, Қазақстан мұсылман діни басқармасының сайтына кіріп, сол жерден уағыз тыңдауға болады. Соны өзімде сіздерге насихат етем. Тыңдаңыздар. Тағы сұрақтарыңыз бар ма екен? Хиджаб мәселесі қазақ дәстүріне сай ма? Хиджаб ол негізі былай ғой. Хиджаб деген ол негізі термин сөз. Ол араб тілінен аударғанда ол жабық жүру деген мағынаны білдіреді. Яғни хиджаб ол біздердің түсінігімізде ол хиджаб деген кезде арабтардың несі келеді, арабтардың қыз келіншектерінің киетін киімі ойымызға келеді. Ал ол негізінен ол өздерінің әр мемлекет, әр ел, әр қоғам өзінің мәдениетіне сай, өзінің дәстүріне сай киінгені жөн, киінуі керек. Құлағыңыз тыңдаған ең күшті уағызды айтып өтсеңіз. Құлағыңыз тыңдаған ең күшті уағыз ол менің ұстазымның уағызы. Ол ата-ананы қалай сыйлау керектігі жайында және балаларды қалай тәрбиелеу керектігі жайында айтылған уағызы. Және де ең жүрекке әсер беретіні ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмір баяны. Ол жерде пайғамбарымыздың қалай қиналғаны, қандай қиыншылықтардан өткені жайлы айтқан уағыздары өте қатты әсер берді. Тағы сұрақтарыңыз бар ма екен? Картамен пала ашатындар жайлы. Картамен пала ашатындар.
негізі ислам, негізі біздер қазақ елі дәстүрлі дініміз ол ислам діні. Ал ислам дінінде пал ашу, тоғызқұмалақпен болашақты айту, жолды ашып беру деген нәрселерге ислам діні қарсы. Өйткені олардың барлығы Аллах тағалаға серік қосуға алып барады. Ал серік қосу Құран кәрімде астағфирулла былай дейді: астағфирулла ла тушрик билля инна ширка лазулмун азим. Аллах тағалаға серік қоспа. Серік қосу ол өте үлкен зұлымдық дейді. Сол себептен де Аллах тағалаға осы пал ашу, серік қосуға алып барады. Ал пал ашу жаңағы картамен болсын, құмалақпен болсын, тағы басқа нәрселермен олар негізінен былай болады. Ол ашатын адамдар жындармен айналысады. Олардың әрбір адамның артында негізі бір шайтан, бір періште болады. Шайтан азғырады, періште оны жақсы ой салып тұрады. Яғни дұрыс жолға шақырып тұрады. Сөйтіп жаңағы картамен болсын, жаңағы пал ашатындар жалпы болашақты айтып беретіндер, олар жындармен байланыс жасайды. Жалпы былай болады. Мысалыға мен бір палшыға неге құмалақ ашуға болсын, болашақты біліп беруге қызығып барған болсам, ол менің артымдағы жыннан сұрайды: Назарбай кеше не қылды, не істеді деп сұрайды. Сосын менің жыным ол жаңағы палшының, құмалақ ашатын адамның жынын айтады. Сосын жыны жаңағы палшыға әулие сияқты бір кейіпте келіп: о, Назарбай кеше мынандай қылды, мынандай деді, осындай қылды деп айтады. Сөйтіп жаңағы палшы маған келіп айтады: сен кеше мынандай қылдың, сөйттің, бүйттің деген сияқты. Сондай кезінде саған дұрыс айтасың, сондай болған екен ғой, иә деп сөйтіп жаңағы палшылар, жындар адамның иманын ұрлайды. Сөйтіп айтқан кезінде жаңағы саған дұрыс айтасың, иә деп айтқан сайын сенімді, сол жаңағы палшыға деген сенім артады. Ал сөйтіп енді бұл өткен шақты айтып берді. Ал болашақты қалай айтады? Аспанда 7 қабат болады. Дінімізде айтылған аспан 7 қабаттан тұрады. Сол 7-ші қабатынан адамдардың тағдыры 1-ші қабатына түсіріледі. Әрбір кітапша болады. Сонда шайтандар бір-бірінің үстіне мініп, сол кітаптарды адам тағдырларын көреді екен. Сөйтіп көріп оқып жатқан кезінде періштелер оларды жұлдызбенен не қылады? Кітаптарды, жаңағы адамның тағдыр кітабын қорғайды екен шайтандардан. Сол біздер сырттан қарасақ, жұлдыз ақты, о, загадай желание, жаңағы қалай тілек айт, орындалады деген сияқты түсінік бар. Ол негізі қате түсінік. Ол жұлдыз ақты дегеніміз ол жаңағы әрбір адамның тағдыр кітапшасынан жаңағы шайтанды қорғап жатыр деген сөз. Сосын ол шайтан көріп қалған жерін, жаңағы тағдыр кітапшасынан нені көріп қалды, соны палшыға барады, палшыға айтады, а палшы жаңағы адамға айтады. Сонда жаңағы палшының кейбір айтқаны дұрыс болады, кейбір айтқаны өтірік болады. Ол негізі дұрыс емес. Ол жындармен айналысу. Ол адамдар жалпы өзін шайтанға сатты дегенмен тең болады. Басында адамдар жаңағы ондайға беріліп қызығады, сосын соңынан сол шайтандар, жындар мазалап оны қинайды. Сол сияқты ондайға бармауларыңызды сұраймын. Олар ең үлкен күнәлар. Аллах тағала ондай күнәні кешірмеймін дейді екен. Маған серік қосудан басқа барлық күнәларды кешіремін дейді. Сол сияқты тәубе жасауымыз керек, тақуа болуымыз керек. Және сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сақалда имам бар дейді. Осыған қаншалықты келісесіз? Жалпы сақал өсіру жайлы түсінік беріңіз дейді. Жалпы негізі дінімізде сақал бар. Сақал ол сүннет болып есептеледі. Біздің мазхаб бойынша сақал қаласа өсірсе ол сауап, өсірмесе сауап та жоқ, күнә да жоқ. Бірақ енді кейбір адасқан бауырларымыз
сақал ол міндет, сақал ол мұсылманның көркі деген сияқты түсініктер алып келеді. Ол қате түсінік. Негізгі сақал ол сүннет амал, қалаған адам өсіреді, қалаған адам өсірмейді. Егер міндет дейтін болсақ, ол уәжіп деп қарайтын болсақ, міндет деп, онда сақал өспейтін адамдар бар, яғни көсе адамдар дейді ғой. Олар қалай болады деген сұрақ болып пайда болады. Ислам діні, шариғатымыз барлық нәрселерді бүкіл айтқанда детальный үтір нүктесінен барлығын зерттелінген. Сол сияқты біздің мазхабта сақалды сүннет деп алады. Қалаған адам өсіреді, қалаған адам өсірмейді деген сияқты түсінік. Енді сұрақтарыңыз болмаса, эфирімізді қорытындылайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құлақ салып тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Түсінбей қалған жерлеріңіз болса, бір дұрыс жеткізе алмай қалсам, сіздерден кешірім сұраймын. Әлі тағы да жолығамыз эфирмен, иншалла. Ахири дағуана анил хамдулилlah, Аллаху акбар.